Қайырлы кеш оқушылар. Біз квадрат теңдеуге келтірілетін теңдеулерді шығарайық. Мұнда 4 теңдеу беріліп тұр. Қазір В жағдайын шығарып көрсетейін. X қосылған 17 тең болады 10 төбір астында X азайтылған 4. Алдымен теңдеудің мүмкін мәндер жиынын табайықшы. Мүмкін мәндер жиыны құрамында түбір болғандықтан, яғни түбір астындағы өрнек x-4 үлкен немесе тең 0-ден деп шешеміз. Яғни x үлкеніне тең болу керек 4-тен. Енді теңдіктің оң жағындағы өрнекті теңдіктің сол жағына шығарайық. X қосылған 17 азайтылған 10 көбейтілген түбір астында x-4 тең болады 0-ге. x-4 түбір астында бар. Енді осы түбір астында x-4-тің бізге квадраты керек. Ендеше біз бұлай түрлендіру жасайық. Мұнда x тұр. X азайтылған 4, яғни 4-ті азайтып және қосайыншы. Қосу 17-нің өзін жазып қояйын. Мұнда мен x-4 плюс 4 деп жаздым. Екеуі қысқарып кетеді. Еш нәрсе өзгермейді ғой. Азайтылған 10 түбір астында x-4 тең болады 0-ге. Сонымен мұнда бізде түбір астында x-4-тің квадраты бар, және мына сандарды қосып ықшамдап жасайық. Сонда бізде x-4 азайтылған 10 түбір астында x-4. Сосын мұнда 4 қосылған 17 бар, оны қосу 21 дейік, тең болады 0. Мына түрдегі теңдеуге келдік. Енді түбір астында x азайтылған 4-ті жаңа айнымалымен белгілеп алайық. Мысалға ол t болсын. Екі жағын квадраттайтын болсақ, онда x-4-тің өзі тең болады t-ның квадратына. Осы белгілеп алған жаңа айнымалыларымызды орындарына кеп қояйық. Сонда x-4-тің орнына біз қоямыз t-ның квадратын. Бізде t-ға байланысты квадрат теңдеу шығады. t квадрат азайтылған 10 көбейтілген, түбір астында x-4-тің орнына біз t-ны қоямыз. 10t қосылған 21 тең 0 деген квадрат теңдеуге келдік. Бұл теңдеуді шеше аламыз. Түбірлердің қосындысы t1 қосылған t2 тең болады 10-ға. Түбірлердің көбейтіндісі t1 көбейтілген t2 тең болады 21-ге. Қандай сандардың қосындысы 10 және көбейтіндісі 21? Бұл 3 және 7 деген сандар. Сонда t1-іміз 3-ке тең, t2 тең болады 7-ге. Дұрыс қой. 3 пен 7-нің көбейтіндісі 21-ге тең, 3 пен 7-нің қосындысы 10-ға тең. Енді біз жаңа айнымалыларымызды тауып алдық. Жаңа айнымалымызды тауып алдық. Енді осы табылған t-ларды айнымал алмастырған жерге әкеліп қояйық. t-ның орнына қояйық. Сонда бірінші түбір астында x-4 жаңа айнымал енгізген жеріміз біздің мынау. Осында кеп қоятын болсақ, түбір астында x азайту 4 тең болады t1-ге. t-ның орны t1-ді қоямыз 3-ке. x азайту 4-тің өзі 3-тің квадратына, яғни 9-ға тең, және x тең болады 13-ге. Бұл теңдеудің бірінші түбірі. Екінші, түбір астында x азайту 4 тең болады. Енді t-ның екінші мәні t2 бізде 7-ге тең ғой. Тең болады 7-ге дейік. x-4 тең болады 7-нің квадратына, яғни 49-ға. Осыдан x тең болады 49 қосылған 4. Яғни екінші түбірі теңдеудің тең болады екен 53-ге. Сонымен есептің екі шешімі бар. Жауабы 13 және 53. Бұл сандар біздің теңдеуіміздің мүмкін мәндер жиынын қанағаттандырып тұр. Мүмкін мәндер жиыны x үлкеніне тең 4-тен болу керек еді. Біз оны алдын ала тауып қойғанбыз. 13 және 53 деген сандар екеуі де 4-тен үлкен сандар. Ендеше теңдеудің шешімі 13 және 53 болады.